Саламатсыздар балалар, неге бүгін сабаққа түгел деп ойлаймын. Бүгін бізде ерекше ашық сабақ. Яғни қазір үш топта мінекей оқушылар отыр. Бір-бірімізге яғни жақсы тілектер тілейміз. Бүгінгі сабағымыз өте керемет нәтижелі болсын деп. Қанекей бір-бірімізге тілек тілейік. Неге сонымен атмосфералық ахуалымыз, яғни бір-бірімізге жақсы тілектерден енді бізге міне почтадан бізге арнайы хат келіпті балалар. Енді осы почта арқылы мен сіздерден, яғни бұл почтаны мен әлі ашқан жоқпын. Қазір мен сіздердің алдарыңызда ашамын. Бұл почтаның ішінде не бар екен, осы ақ лентамен ленталар осылай бізге жіберіпті. Кім екенін оны көрейік қазір балалар. Әнекей, бұның ішінде бізге деген сұрақтар бар екен балалар. Мінекей көрдіңіздер ме? Демек, яғни балалардың почта әдісі арқылы біз бүгін үй тапсырмасын сұрап алуымыз керек. Сіздерге мен қазір әр топқа мен үй тапсырмасын сұрақтарын беремін. Енді үй тапсырмасының сұрақтарын қазір таратқаннан кейін мінекей әр топтағы оқушылар өздеріңіз жауап бересіздер. Жақсы ма? Мінекей мынау сіздерге Сондай балалар үй жұмысы, үші топ. Ұлы жүз және орта жүз, кіші жүз. Әр топта қанекей ұлы жүзден бастайық, ұлы жүзден кім жауап береді? Фарида жауап береді. Жеті атаны білу қаншалықты маңызды? Жеті атаны білуіміз керек, себебі ол біздің арғы жақтан келе жатқан ата-бабаларымыз, оны әр кішкентай кезінен бастап әр бала білу керек. Келесі екінші топтан қане орта жүз. Қожалар деген күнде. Қожалар дегеніміз ол парсы тілінде аударғанда хатшы бар. Оны түсіндіре кетсек, ол бізге мынандай мағынаны білдіреді. Ол ислам дінін таратушылар, яғни қазақ жерінде ислам дінін таратып, не істеген адамдар көп еңбек сіңірген адамдар. Жақсы. Кіші жүз. Ақсақалдар деп біздегі атады. Ақсақалдар деген ол тайпаның жас үлкен адамдары, олар көптеген кеңестерді, мәселелерді шешіп отырған, оларға халық өздерінің жағдайларын, мәселелерін айтып отырған. Және ақсақалдар олар әскерлерді деген кездерде. Бізде бүгін жалпы сабақтың тақырыбы қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері және оқу мақсаты бізде бүгінгі қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктерін ауызша тарихнама негізінде түсіндіру, шежіре, генеалогиялық аңыздар дегеніміз не? Жалпы қазақтар көшпелі өркениеттің ерекшеліктерін ескере отырып, туыстық принциптердің және рулық құрылымның жалпы функционалдық маңызын түсіндіру болып табылады. Қазақтардың ру тайпалық ұйымдасуының біріктіруші рөлін түсіндіру. Енді оқулықтарымызды ашып, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі әңгімемізді жазыңыздар. Бүгінгі жалпы тақырыпқа шығу үшін ашық сабақта мен Ахмет Байтұрсыновтың бір әдемі осындай сөзімен бастағым келеді ашық сабақта. Басқа халықтан кем болмас үшін біз бай, күшті, білімді болуымыз керек. Бай болу үшін кәсіп керек. Солай ғой балалар, күшті болу үшін білім керек, білімді болу үшін оқу керек. Осы керектіктің жолында жұмыс істеуіміз керек деген осындай бір әдемі сөзбен қастағым келеді. Енді ары қарай жалпы тақырыпты толық ашу, топ ережесін еске алу, мына жерде ала кетейік, белсенділікті танытып атсалысу, өзара
өзара көмек көрсету, уақытты үнемдеу бізде тәртіпті сақтау жалпы неге бүгінгі біздің ережеміз. Ары қарай енді біздің жалпы тағы да мен мәңгілік елдің 7 басты құндылығы деген мынандай, яғни прагматизмнен бастағым келеді. Бұл елбасы жолдауында біздің 25 жылдығымыз тәуелсіздігі қарсаңында осындай бір, яғни өзінің 2030 стратегиясында көрсеткен. Оны білесіздер. Ең бастысы бірінші 7, яғни мақсатты бағытты көрсететін болсақ, кешеде көлік қарасаңыздар, Қазақстан мен Астананың тәуелсіздігі, қоғамымыздағы ол бірлігі, бейбітшілік және келісім, зайырлы қоғам және жоғары рухани байлық бұл жерде, индустриализация мен инновация және негіздегі экономиканың өсуі, жалпы еңбек қоғамы, тарих, мәдениет және тілдің ортақтығы, ұлттық қауіпсіздік және әлемдік аймақтық жалпы мәселелерді шешуге бүкіл, яғни елге араласу, қатысу екен. Енді осының ішінде мен ең соңғы, яғни 6-шы бағытты мен өз пәнім ретінде пәнаралық байланыс ретінде алып отырмын. Қарасаңыздар, тарих, мәдениет және тілдің ортақтығы. Жақсы. Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы деп жаңағы осы бөлімді мен жаңағы алып отырмын. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, яғни біз ортақ тарихи жалпы мұрамызды мұқият сақтайтын боламыз. Біз бақытты, жаңағы біз, яғни тәуелсіз елде тұрғандықтан жалпы Қазақстан халқының мәдени әр алуандығын нақтыра түсуіміз керек. Және де біз мемлекеттік тілді қоғамды біріктірудің негізі 3 тілділікті елдің бәсекеге қабілеттілігінің басты шарты ретінде дамыту қағидатын ұстанатын боламыз. Біз үлкен ел, үлкен отбасымыз. Соны ұмытпайық. Енді мінеки айта берсек, мәңгілік Қазақстан жобасы жалпы ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кеметі, яғни келбеті деп айтуға болады. Тарихи құндылығымыз болған тәуелсіздік идеясының жалпы қарасаңыздар, негізінде сол ұлттың тағдыры, ұлы тұлғалардың ерен еңбегі жатыр. Тәуелсіздігіміздің, бабаларымыздың жалпы сан ғасырға арманы, яғни осының барлығын мәңгілік ел идеясының бастауы ретінде тереңде, яғни қабылдауға болады деген. Осының барлығы 13-ші ғасыр бұрын тоны көп, алыс жаңағы түркі жұртының мұраты мәңгілік ел ретінде өсиет қалдырған осы идеядан қарауымызға болады екен. Тағы да міне қарасақ, ел тағдырының мәні азаттыққа қол жеткізу, ол яғни біз қазір 5-ші жыл тәуелсіздікке басып отырмыз. 32-ші жыл, күні кеше 2 жыл бұрын ғана біз 30 жылдығымызды тойлағанбыз, 32-ші жылдан өткен. Енді қазақтың төр шежіресі, бұны неге мен көрсетіп отырмын? Қазақтың төр шежіресі әр жаңағы отбасы болсын, әр қазақтың төрінде жалпы қазақтың төр шежіресі ілулі түрде, оны білесіздер. Және де жаңағы айтып отырмыз, шет атамызды білуіміз керек. Неге? Өйткені жаңағы шет ата арасында жаңағы ұрпақ алмасу, араласу, ондай болмауы қажет, оны да біз барлығын білуіміз керек. Тарих пәні ретінде біз осының барлығын жаңағы білуіміз керек. Сол ретінде мен осы төр шежірені сіздерге ұсынып отырмын. Қазір осы бойынша жұмыстар жүргізіледі. Енді осы жаңағы суреттен нені көрдік балалар? Келесі сұрақтар төңірегінде ойлануды сұраңыз. Хижрет дегеніміз не? Жаңа тақырыпқа шықпас үшін хижрет дегеніміз ол не нәрсе? Қареке кім? Іңкәр айта ғой, хижрет. Айта ғой. Хижрет дегеніміз жер атының бөлінуі және ұлы тайпалардың шығу тегі барлығы осы хижретке жатады. Жақсы. Осы хижретінің тамырлары бар,
Al o neni bildiriydi? Kim aytadi? Kim aytgisi keledi? Elden söyledi. Hamurlari o bizning iya. Al endi bolalarniki birinchi topshirmamizga 3 yil bo'ylab to'xtash buyurtmasi bo'yicha sizga jeki janavi matnмен tanishib bo'lgandan keyin shunaqa jupben juptasib to'pben birlashib poster qo'rg'aysizlar, yaxshimi? Poster mына жерде ұлы жүз тобы топтық зерттеу шежіре генеалогия ұғымдарының мағынасын ашасыздар. Ал орта жүз тобы талдау талқылау генеалогиялық аңыздар, кіші жүз тобы дәйектелі қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері жүздердің пайда болу туралы, яғни қорғайсыздар. Дискрипторы жазылып тұр, 1-2 3 және қалыптасушы бағалау әр топқа, яғни сіздердің жобаларыңызға байланысты мен не істеймін? Сіздерде баға беремін. Қазақтардың ру тайпологиясы ол маңызды рөл атқарады. Өйткені ол қазақтардың этнос ретінде ұйымдасуы және бірлесе өмір сүру тәрбиесін ұсынады. Жалпы қазақтардың саяси ұйымы ол үшке бөлінеді: ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Олармен темалар шежіре болып табылады. Жүздер қазақтардың бірыңғай этносқа тиесілілігін ұғынған ортақ этникалық аумақты мекендейтін шежіремен бекітілген ортақ генеалогиялық дәстүрі бар этникалық аумақтың бірлестігі тобы болып табылады. Ер адам жағынан ата-бабалары ауыз немесе жазбаша саналатын туыстық қатынастар тізбегі. Және шежірені әр азамат өз жеті-атасын жатқа білуі қажет. Ата-бабамыз рулас адамдарды бірте қалыптасқан. Шежіре қазақ этносының ағымдық тарихи нады болып табылады. Шежіре 300-ге жеті атаға руларға бөлінеді. Şehirde dastır türlerinin шығу типі бір екендігі және бір тұтас тудың артынан жүйеге жиқаланған көріністер табылады. Жақсы. Мына жерде бізге кесте толтыру, яғни серкесте жүру кестесі ұлы ғалымдар не істеу керек? Мына жерде ұлы ғалымдар сөйлейді, жүз оқылма туралы айтылған пікірлердің авторын сәйкестендіріңіздер. Мен қазір әр топқа таратып беремін. Неге мынау сіздерге сәйкестендіре қойыңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың соңына келіп жеттік. Әдесі бойынша жаңа сабақта біз не білдік? Сұрақ-жауап, кері байланыс, 4Q тәсілімен оқуда бүгінгі жалпы сабақта, сабақта қызық, қиын, қажет, құнды тұстарды стикерге белгілейсіздер. Жақсы ма? Қазір стикерге белгілеп болғаннан кейін, яғни кері байланыс жүргізіледі. Жалпы ашық сабағымыз өзімізге жетті, яғни нәтижеге жетті деп ойлаймын. Үйге тапсырма беру 25-ші параграф қазақтардың ру тайпалық құрылымы. Жақсы ма? Үй жұмысы ретінде күнделіктеріңізде жазу.